Ал енді уақыт тапшылығы туралы айтатын болсақ, көп адам тіл үйренуге уақыт жоқ деп ойлайды. Бірақ бұл шектеу тек қана біздің ойымызда бар. Әр күн сайын біз өзімізге ыңғайлы сәттерді таба аламыз. Тек соны тиімді пайдалануды үйрену керек. Мысалы, үйде тамақ пісіру немесе үй жинау кезінде тіл үйренуге болады. Бұл сәттерді ысырап етпей, шет тілінде аудио сабақтар немесе подкаст тыңдаңыз. Осылайша уақытты босқа өткізбей, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін үйренуге мүмкіндік аласыз. Сонымен қатар, көлікте жүргенде немесе жолда келе жатқанда сіз тыңдай алатын аудио сабақтар бар. Бұл сіздің күнделікті істеріңізді бұзбай, тіл үйрену процесін үздіксіз жалғастыруға мүмкіндік береді. Күнделікті өмірді тіл үйренумен үйлестіріп, уақытты тиімді пайдалануға болады. Тіл үйренуге уақыт таппаймын деп ойлаудың қажеті жоқ. Мысалы, сүйікті сериалыңызды шет тілінде көріп, жаңа сөздер мен тіркестерді үйренуге болады. Бұл тіл үйренудің қызықты және көңілді әдісі болып табылады. Егер уақытыңыз шектеулі болса, ең бастысы не қажет екенін білу. Мысалы, күнделікті қолданылатын фразалар немесе сізге қажетті сөздерді үйренуге бағытталған оқу процесі сіздің нәтижеге жетуіңізге жылдам көмектеседі. Тіл үйрену үшін көп уақыт қажет емес. Күнделікті тұрмыстық әрекеттеріңізді тіл үйренумен үйлестіре отырып, көп нәрсені үйренуге болады. Тек тұрақтылық пен уақытты тиімді пайдалану маңызды.